қоян мен тауық туралы жорамалдау. Яғни бұл жерде қояндар мен тауықтардың жалпы саны 75 болса, олардың аяқтарының саны 226-ға сеңдеп тұр. Сонда қояндар мен тауықтардың саны нешеге теңіз? Оны да есептеп 75 болса, қоян 45 тауықты есептеп отырамыз. Бұның да оңай жолы бар. Оңай жолы бірінші біз 75-дің барлығын біз тауық деп ала саламыз. Яғни тауықтың екі аяғы бар ғой, екі 150 болады. Енді біз ол 150 аяқ тауықтың аяғы 75-ді де тауық деп есептесек, оның 150 аяғы болса, 226-дан 150-ді аламыз, 76 аяқ қалып тұр. Ал енді бізде қояндар төртеу, тауықта екі аяқ болған үшін екеуінің айырмасы 2-ге тең болып тұр. Олай болса біз 76-дан 2-ге бөлеміз, 38. Демек біз жаңа мына жақта тауық деп жорамалдағанмен бізде қоянның жауабы шығады. 38 қоян. Ал енді біз тауықты табу үшін ала саламыз, 75-тен 38 алсақ 37 болады. Демек бізде қоян 38, тауық 37 болады. Сонда барлығын дәлелдеген кезде бізде мынандай қоянның аяқ саны мен тауықтың аяқ санын қосқанда бастапқы 226 мен 75 шықты. Бұл да жылдам шығарудың әдіс тәсілінің бір түрі болсын.